Сәлеметсіздер ме, Массагет.kz сайтының оқырмандары. Бүгінгі дәрісімізде арифметикалық орта және натурал сандардың бөліну қасиеттері туралы өтетін боламыз. Арифметикалық орта деп бірнеше санның қосындысын қосылғыштар санына бөлгеннен шыққан бөлінді санды айтамыз. Мысалы, 20, 24, 18, 26 сандары берілсін. Осы сандардың арифметикалық ортасын табу керек болса, алдымен осы сандарды бір-біріне қосып аламыз. Одан соң осы қосылғыштар санына бөлеміз. Санаймыз 1, 2, 3, 4. 4 қосылғыштан тұрады. Қосындысын 4 санына бөлеміз. Мына сандарды қосқан кезде 88 шығады. Оны 4-ке бөлсек 22 шығады. Яғни осы сандардың арифметикалық ортасы 22 санына тең. Егер ондық бөлшекпен берілсе, мысал көрсетейік. 1,9, 1,8, 2,6, 4,9 және 5,1. Осы сандарды бірінші қосып аламыз. Қосылғыштарды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни осы жалпы қосындыны 5 санына бөлеміз. Мына сандарды қосқан кезде 16,3 санын аламыз. Оны 5-ке бөлеміз. Жауабы 3,126. Яғни осы берілген ондық бөлшекпен берілген сандардың арифметикалық ортасы 3,126-ға тең. Келесі натурал сандардың бөліну қасиеттерін қарастырайық. Оның ішінде 2, 3, 5, 9 және 10 сандарының бөліну қасиеттерін қарастыратын боламыз. Кез келген сан бірге және өзіне бөлінеді. Бірақ кейбір сандар олардан да басқа ортақ сандарға бөлінеді. Ол үшін біз алдымен сандарды ажыратып алайық. 0, 2, 4, 6, 8 сандармен аяқталатын сандарды жұп сандар деп атаймыз. Ал 1, 3, 5, 7 және 9 сандармен аяқталатын сандарды тақ сандар деп атаймыз. Мысалы, 264 саны берілсе, 4 санмен аяқталады. Көріп отырмыз бірінші қатарда, яғни бұл сан жұп. 118 саны берілсе, көріп отырмыз 8 санмен аяқталады. Жұп сандар қатарына жатады. Сондықтан мына сан жұп болып есептелінеді. 3700 саны 0 санмен аяқталады. Жұп сандар қатарына жатады. Сондықтан 3700 саны жұп сан деп аталады. Ал егер 113 саны берілсе, 3-пен аяқталған тақ сан, яғни 113 саны тақ сан болып табылады. 6529. 9 саны тақ болғандықтан 6529 саны да тақ болып саналады. Келесі, жаңа басында айтып кеткен, 2, 3, 5, 9 және 10 сандарының бөліну қасиеттерін қарастырамыз дедік. Соның ішінде 2 санының бөліну қасиетін қарастырайық. 2 саны жұп санмен аяқталған сандарға ғана бөлінеді. Мысалға 64 саны берілсе, 4-пен аяқталған, сондықтан ол 64 жұп сан болады, ендеше 2-ге бөлінеді. Одан кейін бізге 4588 саны берілсе. Осыны біз алдыңғы сабақтарда өтіп жүргендей бағанда бөліп отырмайық, біз осы қатарға қарап айыраламыз. Мысалға 4588 санында 8 саны жұп санмен аяқталғандықтан, бұл сан да жұп болып саналады, яғни 2-ге бөлінеді деген сөз.
Сонымен екі саны жұп сандармен аяқталған сандардың барлығына бөлінеді. Келесі 5 санының бөліну қасиетін қарастырайық. 0 және 5 санымен аяқталған сандарға ғана бөлінеді. Мысалы, 5 санның өзі 5-ке бөлінеді, сондықтан 0 мен 5-пен аяқталғандықтан да білеміз. Одан кейінгі 350 саны берілсе, 0 мен аяқталған көрініп отырмыз, яғни 5-ке бөлінеді деген сөз. Ал егер 3655 саны берілсе, 5-пен аяқталған, сондықтан 5-ке бөлінетіндігін білеміз. Келесі 10 санының бөліну қасиеттері. 0 мен аяқталған сандарға ғана бөлінеді 10 саны. Мысалы, 3000, 2910, 900, яғни көріп отырмыз 0 мен аяқталған сандарға 10 бөлінеді. Келесі 9 санның бөліну қасиетін қарастырайық. Сандардың қосындысы 9-ға бөлінетін сандардың барлығы 9 санына бөлінеді. Мысалы, 2889 саны берілсе, оның 9-ға бөлінуі бөлінбейтіндігін білуіміз үшін осы сандарды бір-біріне қосамыз. 2-ге 8-ді қосамын, оған тағы да 8 қосам, және 9-ды қосам. Жауабы 27 болады. Ал 27 бізде 9-ға бөлінеді. Сондықтан 2889 саны да 9-ға бөлінеді деген сөз. Тағы да бір мысал, 4725 саны берілсе, 4-ке 7-ні қосамыз, оған 2-ні қосамыз, оған 5-ті қосамыз. Бізде шығады 18 саны. 18 саны 9-ға бөлінеді, сондықтан 4725 саны да 9-ға бөлінеді. Келесі 3 санның бөліну қасиетін қарастырайық. Бұл санның да ережесі 9 санның ережесіне ұқсайды, яғни сандардың қосындысы 3-ке бөлінсе, онда ол санда 3-ке бөлінеді деген сөз. Мысалы, 17079 саны берілсе, ол сандарды бір-біріне қосып шығамыз. Бізде шығады 24. Ал 24 бізде 3-ке бөлінетіндігін білеміз. Сондықтан 17079 саны да 3-ке бөлінетіндігін нақты сенімді боламыз. Келесі 75132 саны берілсін мысалға. 7-ге 5 қосамыз, оған 1 қосамыз, оған 3 қосамыз, оған 2. Бізде шығады 18. 18 саны бізде 3-ке бөлінеді, сондықтан 75132 саны да 3-ке бөлінеді. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.